Осыдан 12-47 жыл бұрын ортағасырлық Англияда қатты қыс болды. Біз әйелдің қар астында қатып үлгермеген бірнеше Осыдан 12-47 жыл бұрын ортағасырлық Англияда қатты қыс болды. Біз әйелдің қар астында қатып үлгермеген бірнеше кішкентай жидектерді теріп, жеп жатқанын, содан кейін тауға қарай жүріп бара жатқанын көреміз. Кейін оның көрпеге оранып жатқанын көреміз. Кенет оянғанда, ол орналасқан жеріне жақын тауда жарқыраған нүктені көреді. Бұл өмірдің айқын белгісі. Ол тез қалпына келіп, сол жерге қарай бет алады. Ол жақындап келе жатқанда, оттың жанында жылынып жатқан адамды көреді. Оның қарны қатты ашты. Ол тамақ сұрайды. Ол бірден оған кеміргішті ұсынады. Ол әйелден өзін көрсетуін сұрайды. Ал ол белгісіз нәрседен қорықпайтынын айтып, әңгімелерде осы тауларда өмір сүрген және әлсіздерді қорғаған жауынгер туралы аңыз бар екенін айтып, оларға ақша мен тамақ берді. Сондай-ақ, оның Марион есімді әйелге ғашық болғанын айтты. Алайда ер адам аңыздың тақырыбы әйел оны кім деп қателессе, сол емес деп мәлімдейді. Шын мәнінде, ол қылмыскер болған. Ал ерлік туралы әңгімелер маскүнемнің батырды дәріптеу үшін айтқан ертегілері ғана еді. Бейтаныс адам әйелге қылмыскердің көпшілік мейірімділік деп санайтын нәрсені жасағанын, бірақ бұл шын мәнінде өз рахаты үшін жасалған күнәлар екенін айтады. Және ол қазірдің өзінде өлгенін қосады. Әйел батырдың бәріне жомарт болғанын талап етеді. Бірақ бейтаныс адам, оның мұндай адамды тапқысы келетінін көріп, бұл оның өмірін ұятқа қалдыратынын айтып, іздеуді жалғастырмауын айтады. Кейінірек бұл әйел әлі де бейтаныс адамдарға арналған баспанада қалады. Бірақ таң атқанға дейін белгілі бір сағатта ол қолына қанжар ұстап тұрып, ұйықтап жатқан адамға жақындайды. Алайда, дәл осы адам өзін олар бұрын айтқан кейіпкер ретінде көрсетеді. Және жай ғана аздап шу естігенде, ол тез қорғанысқа шығып, жау әйелін жарақаттайды. Оны өлтіргісі келген. Оның мұндай ерлікке жіберілгенін біле тұра, оны кім жібергенін сұрайды. Ал өмірінің соңғы сәттерінде қылмыскер оның мұрзасы Уильям екенін айтады. Бұл Пикеринг. Бейтаныс адам өзінің есімін Робин деп атайды және қылмыскердің әлсіздігін көрсетеді. Ол оған осындай менмендікпен жақындауға тырысады. Бұл оның қауіп ретінде байқаған ескерту белгісі. Робин жауды аяусыз жойып жібереді де, таңертең мәйітті алып кетеді. Ол оны зиратқа апарады. Онда оны өлтірмек болған, оннан астам жауы болғаны анық. Бірақ олардың бәрі сәтсіздікке ұшырады. Бірнеше күннен кейін біз қарт Робиннің өзінің кіші досы Эдвардпен сөйлесіп жатқанын көреміз. Оның танысы бұрын Джон деп аталды. Бірақ ол адамдар арасында жасырынып, жаңа өмір бастау үшін жаңа есімді таңдады. Алайда, ол табылды және өмірін сақтап қалу үшін қашуға мәжбүр болды. Ол Робинге оның отбасында кейбір жаулар бар екенін және оны күтіп тұрғанын айтады. Эдвард досымен бірге оларды бірге жеңе алатынын айтады. Бірнеше сағаттан кейін біз екеуінің таулар мен жазықтарда бірге жүріп, үлкен ерлік жасаған кездерін еске алып жатқанын көреміз. Сахна өзгеріп жатыр. Біз олардың ауылды бақылап отырғанын көреміз. Эдвард бұл жерде 5 жау болуы мүмкін дейді. Олар бірнеше сағат күтіп, тұман басылғанда әрекет етуді шешеді. Робин алға шығып, үрейленген жануарларды жойып жібереді. Содан кейін үйлердің бірін күзетіп тұрған адамды үнсіз аяқтайды. Ол Эдвардтың үйіне бара жатқанда, оның досы келіп, ұйықтап жатқан жауды нокаутқа түсіреді. Бірақ шу ақыры ішіндегі адамды үрейлендіреді. Олар үйге кіріп бара жатқанда, Эдвардтың серігінің тұтқында отырғанын байқайды және бұл одан да көп нәрсеге айналады. Жау мені өліммен жаралады. Ашуланған Эдвард оны таяғымен бірнеше рет ұрды. Ал Робин өз тайпасының қалған мүшелеріне ескерту үшін қашып кетпек болған жас жігітке оқ жаудырды. Бірнеше минуттан кейін Эдвард қызы Маргаретті жұбатады және олар дәл осы сәтте, мазасыз сәтте, Құдай оларға қуаныш сыйласын деп дұға етеді. Бірнеше сағаттан кейін шабуылдан аман қалған, жараланған жас жігітті шопан Артур көреді. Ол баланың қатты жүрісіне таң қалды. Тіпті сол күйінде. Кейінірек біз оны осы аймақтың бас патшасы қайтыс болған жас жігітті еске алу кешінде ашулы күйде көреміз. Жоғалтқанына қайғырып, жазасын алуға дайындалып жатыр. Таң атпай, Робин демалып жатқанда, ол бір түрлі дыбыстарды естиді. Қонақ үйінен шығып бара жатып, ауылдағы бейберекетсіздікті көреді. Ал Эдвардтың үйі жалынға оранған. Жаулардың бұл жерге шабуыл жасап жатқанын көрген, Робин садақ пен жебесін алу үшін қайтып келеді. Ол олардың біреуімен тез тіл табысады. Бірақ жанып тұрған алау лақтырылған қонақ үйдің ішінде қалып қояды. Тынысы әлсіз болса да, ағаш есіктен жаудың қолын жарақаттап үлгереді. Содан кейін сыртқа шығады. Екеуі балшықта төбелесіп жатыр. Ал Робин пышақты алып, оны жарақаттап үлгерді. Ер адамның қашып кетуіне жол бермей,
Робин ең жақын жанып тұрған алауды алып, оны жаудың аузына салып, оның ұшын жауып тастады. Жараланған Робин Эдвардтың үйіне жақындап келеді. Бірақ басқа тайпа көсемінің келіп, оған қарсы тұрғанын көріп, оны туыстарының өліміне кінәлайды. Олар төбелеседі. Бірақ жараланған Робин басымдылығын жоғалтады, жеңіліске ұшырайды және жерге құлайды. Ол жауынгерлік қарумен аяусыз жазаланады және жас Маргаританың қарауында аянышты күйде қалады. Жау оны аяқтағалы жатқанда, ұрыс басталар алдында ол жерге құлап, Эдвардтың күтпеген жерден алған өлім соққысын алды. Содан кейін Робин оны Эдвардқа монастыр деп аталатын басқа жерге апарып жатқанын көреді. Онда жасы белгісіз, бірақ емдік қабілеті бар монах әйел тұрады. Сахна өзгеріп, біз Робинді көреміз. Оянғанда Стелла апа есімді күтушіден көмек алып жатыр. Бірақ ол өз атын атамайды. Оның айтуынша, әлдебір ер адам оны сол жерде күтіп, бағу үшін тастап кеткен. Содан кейін кетіп қалған. Ол таңертең ерте оянып, бейтаныс адамның қарап тұрғанын көреді. Бірақ ол адам көп ұзамай кетіп қалады. Күндер өтіп жатыр. Ал Робин бұл жерде кез келген патшалықтан оқшауланған және иесі жоқ жерде қалады. Стелла әпкесі оған бір күні есікке келіп, алға жылжуын сұрағанша көмектесуді жалғастыруда. Көп ұзамай ол монастырдың сыртына шығып, өзінің тұрған жерін көреді. Бұл адамдар тату-тәтті өмір сүретін бейбіт жер. Ол шаршағанша жүре береді. Ал көп ұзамай әпкесі оның қасына келеді. Олар біраз сөйлеседі. Сол кезде Стелла онда тұратын адамдар егіншілікпен және балық аулаумен айналысатынын және аң аулау олар үшін әлі де ең жақсы нұсқа емес екенін айтады. Бұл Робин үшін. Оған бақшаға көмектесу міндеті жүктелген. Алайда ол жерде қалғысы келмейді және көп ұзамай жағалауға аттанады. Онда оның физикалық жағдайы үшін әлі де ауыр шағын қайық бар. Осы кезде бірнеше күн бұрын көрген бейтаныс адам пайда болып, қашып кету туралы сұрайды. Бірақ Робин ештеңе айтпайды. Таңылған адам, оның есімі Ақсақал, Робинмен сөйлесіп, бұл жер әрқашан қауіпсіз болғанын және жарақаттан айыққандар үшін баспана болумен қатар, руханиятты қалпына келтіріп, жаңа адамға айналатын орын екенін айтады. Робин мұқият тыңдайды. Содан кейін оның теңізде аздап жүзу үшін қайықты итеріп жатқанын көреді. Бірнеше минуттан кейін біз Робиннің жебе жасап, келесі күні таңертең садақпен жаттығып жатқанын көреміз. Оның денесі әлі толық қалпына келмегені анық және ол садақты әрең тарта алады. Осы кезде арал тұрғыны оны күтімге мұқтаж жаңа адамдарды қабылдауға шақырады. Алайда ол көп ұзамай оның әкесі Эдвард бірнеше күн бұрын қайтыс болғандықтан жалғыз келген Маргарет екенін біледі. Ол Робиннің өзіне сене алатын жалғыз адам екенін біліп, оны тез құшақтап алады. Күндер өтіп жатыр. Ал қыз мұғалімінің аңшылықта жақсарып келе жатқанын байқап, оны бақылап отырады. Кейінірек Робин Ақсақалмен сөйлеседі және ол монахтың кішкентай қыз үшін алаңдайтынын және Робин бұл туралы әпкесімен сөйлесу керек екенін айтады. Монах Робиннің жағдайын тексеруге барғанда, ол бұл туралы одан өзі сұрайды. Бала туралы. Стелла Маргареттің жақсы ұйықтамайтынын және сөйлемейтінін, тек тамақ ішетінін және айналасындағылардың бәріне үнемі назар аударатынын айтады. Бұл оның басынан өткерген жарақатына байланысты болуы мүмкін. Ол бұл туралы әлі ешкімге айтпаған. Әпкесі Робиннің ескі досынан айырылғанына қайғырып, содан кейін кетіп қалады. Келесі күні Робин кеміргіштерді аулауға көмектеседі және айқайды естиді. Ол ауылға бара жатқанда, кішкентай баланың Маргаритадан жарақат алғанын көреді. Ол қорқып, ақыры баланы ренжітті. Стелла қызды тыныштандыруға тырысады. Бірақ пышақпен қаруланған қыз олардан қашып кетеді. Келесі бір сағат ішінде біз кішкентай қыздың үлкен аумақта адасып кетуі мүмкін екенін біле тұра, оны аралдың түкпірінен іздеп жүрген ересектерді көреміз. Робин жағалау бойымен жалғыз жүріп, үңгірді тауып алады. Оның ішінде Маргаританың демалып жатқанын көреді. Робин қызды оятып, бірінші кезекте Эдвардты азаптап өлтірген жаулар оның қайда екенін білеме деп сұрайды. Қыз жоқ дейді. Содан кейін кішкентай қыздың қорқынышын көрген Робин одан тыныш ұйықтауын сұрайды. Өйткені ол жақын жерде қалып, оны қорғайды. Келесі күні таңертең Робин Маргаританы монастырға қайтарады. Тағы бір сәтте Стелламен сөйлесіп жатқанда, Робин әпкесінің аралда көрінбейтін күш бар деп ойлайтынын айтқанын естиді. Ол бұл жерде өте ұзақ уақыт бойы қалады және ата-бабалары олардың көпшілігінің өлтірілгенін хабарлады дейді. Ол жерде әртүрлі жерлерден келген адамдар белгісіз құдайларға табынатын. Алғашында бір-бірін ешкім түсінбейтін сияқты көрінді. Бірақ кейін бәрі тыныштық пен тепе-теңдікке толып,
барлығының арасында үйлесімді нәрсеге айналды. Бір күні таңертең ақсақалмен сөйлескенде, Робин оның жақын арада өлетінін айтқанын естиді. Мұны қайдан білесің деп сұрағанда, ақсақал оның керемет сезімге бөленгенін және бұл оны тыныштандыратынын айтады. Оның өлімі жаман нәрсе болмайтынын түсіну оған жамандық әкелмейді. Жағалауда қайықты тағы бір серуендеуге дайындап жатқанда, Робин алыстағы басқа аралда біреу бар ма деп сұрайды. Бірақ оның серігі бұл туралы қалай айту керектігін білмейді. Кейінірек Робин Маргаритаға тамақты кейінірек жеу үшін қалай өңдеу керектігін үйретеді. Осы кезде ол адамның медициналық көмек алу үшін оқиға орнына келгенін бақылайды. Олар мұны білмейді. Бірақ бұл жас жігіт Эдвард бірнеше ай бұрын өлтірген бастықтың туыстарының бірі. Әпкесі оның жараларын емдеп жатқанда, Робин оның қасына келіп, жігіттің қайдан келгенін сұрайды. Артур өзінің қайдан келгенін және шабуылға ұшыраған ауылдан қашып бара жатқанда жараланғанын айтады. Бірнеше минуттан кейін Маргаританың қасында садақпен жұмыс істеуде өзінің күші мен дәлдігін жаттықтыра отырып, Робин кішкентай қыздан әкесіне шабуыл жасаған еркектерді көрген-көрмегенін сұрайды. Маргарита жоқ дейді. Өйткені әкесі оны құтқару үшін уақыт сатып алған кезде қашып кетуін өтінді. Жаттығу жалғасуда, ал қыз садақ атуды үйренуді жалғастыруда. Күннің соңында біз Стелланың монастырдан алыс жерде ешкімге белгісіз жерге барғанын көреміз. Ол үңгірге кіріп, құрбандық үстелінің алдында дұға ететін ғибадат орнына барады. Оның соңынан ерген Робин ішке кіріп, оны сол жерде көргенше біраз уақыт өтті. Ол оны бірнеше минут бақылап тұрды. Бірақ Стелла өзін бақылап тұрғанын сезгенде, ол кіреберіс жаққа қарады, бірақ ешкімді көрмеді. Бірнеше күннен кейін Робин жас Артурдың отын жарып жатқанын бақылап, өзінің күшін көрсетті. Әпкесі Маргаритті басқа балалармен ойнауға шақырғанда, Робин жас Артурдың барлығын мұқият бақылап отырғанын бақылайды. Алайда Робин Маргаритті ең көп бақылайтынын түсінеді. Әп-сәтте тәжірибелі аңшы жас жігітке жақындап, оны аң аулауға шақырады. Артур оны білмей, келісіп, оның соңынан орманға барады. Олар қандайда бір жануарды іздеп жатқанда, Робин жас жігіттен оның жарасы туралы сұрайды. Ал Артур бұл оның мүлкін тартып алғысы келген және ынтымақтастық туралы ескерту ретінде оны жарақаттаған кейбір адамдар екенін айтады. Ол жас жігіт туралы көбірек білмес бұрын, әпкесі Робинге қоңырау шалып, үлкені оның қатысуын қалайтынын айтады. Таңылған адамның үйіне жақындағанда, ол досының жүзін көреді. Ақсақалдың дегенеративті ауруы бар. Ол оның бетін алапес ауруына шалдыққандай етіп көрсетеді. Оның күндері аяқталды және соңғы тілегі ретінде ақсақал Робиннен жиналғандардың барлығының қауіпсіздігін қамтамасыз етуді, өзінің ең жақсы нұсқасы болуды және үйренгендерінің барлығының игілігі үшін пайдалануды сұрайды. Бірнеше сағаттан кейін оның денесі құрметке ие болды. Содан кейін ол жерде көмектескен барлық жылдары құрметпен жерленді. Келесі күні Робин жас Артурды өзімен бірге басқа аралға баруға шақырады. Олар біреуді табу керек деп мәлімдейді. 2 сағаттық жүзуден кейін олар солтүстік аралға келіп, жағада күтеді. Бірнеше минуттан кейін Робин жас жігіттен монастырдағы барлық адамдарға өтірік айтқанын біле тұра, оның шын мәнінде кім екенін сұрай бастайды. Бұл адамнан қорыққан Артур өзінің кім екенін ашады. Әңгіменің ортасында Робин жауынгер Артурдың қанша ер адам мен басқа жастарды өлтіргенін сұрайды. Ол Робиннің ұрпақтарды бір-бірлеп өлтіргенін айтқанын үнсіз тыңдайды. Және ол жойғандардың мұрагерлері оны өлтіргісі келетінін біле тұра, бәрі біткенше осы күнге дейін солай істеп келеді. Алайда Робин бұл қарғыс оның артынан келе жатқанын, оның ешқашан бітпейтінін және оған тыныштық әкелмейтінін айтады. Содан кейін ол Артурмен бетпе-бет келіп, жас жігіттің Маргаретқа қолын тигізгісі келетінін елестетіп, мұны қалайтынын сұрайды. Эдуард пен Артурдың адамдары арасында ондаған жылдар бойы бақталастық болғаны, соғыстар мен текетірестер әрқашан жалғасып, ешқашан аяқталмағаны белгілі болды. Робин жас жігітке өзінің руының көшбасшысы болып қалғанын біле тұра еркіндік ұсынады және Артурдан отбасына оралуын сұрайды. Және олардың арасындағы соғыс аяқталғанын айт. Алайда Робин оған ескертеді. Егер ол сол жерге оралса, бұл соғыстың басталғанын білдіреді және ол екінші мүмкіндікті жіберіп алады. Сабырлы әңгімеден кейін, бірақ қорқытатын үнмен жас жігіт аңшыны тастап, отбасына қайтады. Кейінірек біз аңшының Стелламен сөйлесіп, оның шын мәнінде кім екенін ашқанын көреміз. Бұл солай, және оның шын есімі Робин Гуд, ол қылмыскер және өмірді бұзушы. Стелла адамдардың ол туралы айтқанын бұрыннан естіген және бұл оның бойында қорқыныш сезімін оятады. Содан кейін біз Робиннің орманда өзінің бұрынғы қалпында қайта оралғысы келетінін көрсетіп жатқанын көреміз. Бірақ кәрілік пен денесіндегі ауру оны олжаға айналдырды. Түнде ол бөлмесіне қайтып келеді де, Стелланы сол жерде көргенде оның кетуін қалайтынын сұрайды. Алайда әпкесі мейірімділік танытып, ер адамның мінезінің өзгергенін көріп,
оған баспанадан бас тартпайды және сол жерде қалуын өтінеді. Кейінірек, таң атпай тұрып, Робин оянып, төсегінің жанында Стелланы көреді. Содан кейін ол күйеуінің бұрын туыстарын қорғау кезінде қайтыс болғанын айтады. Бірақ ол бұл өлімге қылмыскер Робинді кінәлайды. Алайда, кек алу мүмкіндігіне ие болса да, ол мұны жасамауды жөн көрді. Оған ашумен шабуыл жасалды. Содан кейін біз Робиннің бір кездері кім болғаны туралы ойланып жатқанын көреміз. Ал үңгірдегі Стелла толық тыныштықта қалып, мақсатына жетуді жалғастыру үшін дұға етеді. Біреудің дауысы Робин Гуд туралы әңгімелер оның өзі туралы айтқан өтіріктері ғана екенін айтады. Әрқашан ең мұқтаж жандарға көмектескен адам туралы өтірік әңгімелер таратады. Бірақ бұл шын мәнінде басқа әңгіме. Содан кейін бұл көрініс оның төсегіндегі Робинге қайта оралып, оның денесі көптеген жылдар бойы жүргізілген шайқастармен оның өліміне әкеліп соқтырған соңғы қатыгез қақтығысында алған соңғы жаралары салдарынан әлсіреп бара жатқанын көрсетеді. Бұл өлім оның ақыры жақындағанын біліп, ол Стеллаға отбасына қарсы қылмысы үшін құрбандық ретінде өз өмірін ұсынады. Стелла мұндай өтінішті қабылдамайды. Ол өзіне келген әрбір адамға, олар кім болса да, табиғи өлім оларды алып кеткенше қамқорлық жасайтынын айтады. Бұл көріністе Робин өмірінің соңғы сәттерінде төсекте жатыр. Өлер алдында ол Маргаритке әкесінің шын есімін және олардың бір кездері кім болғанын айтып береді. Дегенмен, ол одан мұны құпия сақтауын және Эдвард немесе нағыз Джон туралы естеліктерді тек өзі үшін сақтауын сұрайды. Робин оның есімін құпия ұстауы керек екенін айтады. Өйткені Джоннан әлі де кек алғысы келетін зұлым адамдар бар. Кішкентай қыз қатты эмоцияға беріліп, Робиннің айтқанын мұқият тыңдайды. Қоштасу сыйлығы ретінде Робин оған арнап жасаған садағын тастап, оның өзі болуын сұрайды. Ол сияқты мықты бол. Робин Маргаритаға оқ атар алдында садағын мықтап ұстап, монастырдың сыртындағы нысанаға тигізуді үйретеді. Робин Гуд өзінің соңғы өтініші бойынша одан барлық нәрседе дәл болуын сұрайды. Содан кейін Маргарита жебесін атып жібереді. Осы кезде Робин қайтыс болады. Стелланың қолына көзін жұмып, өзінің өмірін өзінің ең жақсы нұсқасы ретінде аяқтайды. Өзінің беймаза өткеніне қайшы келеді және